Сәлем достар, бүгін осындай 5 минутта творогтан десерт жасаймыз. Ең алдымен 2 ас қасық шекерді творогқа салып еземіз. Одан соң 3 ас қасық қаймақты салып еземіз. Осыдан кейін кез келген маршмеллоуды немесе менікінде осындай кішкентай түрлерін қолдансаңыз болады. Ендігі кезекте рахат лукумды алып, 4 бөлікке бөліп, творогқа саламыз. Бәрін араластырамыз. Бұндай десертті қонақ келгенде осындай аяғы бар ыдысқа салып, қалған маршмеллоу рахат лукумдар болса, үстіне салып әдемілеп қоюыңызға болады. Асыңыз дәмді болсын.